Қазір сіздерге Қазақстан тарихындағы қайталанбас тұлға Бауыржан Момышұлы туралы айтпақ. Бұл кісі Ұлы Отан соғысы тарихында 207 рет жаумен бетпе-бет кездесіп, 5 рет қоршауды бұзып шыққан. Бұндай көрсеткіш, бұндай нәтиже Ұлы Отан соғысы тарихында ешкімде болмаған. Ол кісіге тіпті Александр Бек өзінің Волоколамскішісі кітабында, сол Волоколамскішісі кітабында Бауыржан Момышұлының мынандай бір оқиғасын келтіреді. Бірде қоршауда қалдық деді. Қоршауда қалдық, 5 күн әскер ұйықтамаған, шаршаған, әскер тынықпаса, жағдай нашар болатынын сезді. Сосын сол жердегі взвод командирі Гапоненкоға бұйырды: сен өзің солдаттарың ұйықтамайсың, бізді қорғайсың, одан кейін ауысып қорғалатын болады деді. Сөйтіп өздері ұйқыға кеткен кезде Бауыржан Момышұлы жауапты: 20 минут өткеннен кейін әскердің бақылайын деп қараса, әлгі Гапоненко өзінің отрядта жігіттермен бір қуыста ұйықтап жатыр екен. Бүткіл халықты адамда тревога жасап оятып алады. Сөйтті де Бауыржан Момышұлы Гапоненконы анандай 30-40 метр жерге тұрғызып, мылтығын шығарып атты деді. Бірінші атқан кезде отырып қалды. Сөйтіп айтты: жолдас Момышұлы, тек қана мені жазалаңызшы, жігіттерге, солдаттарға тиіспеңізші деді. Бауыржан Момышұлы келісті де, екінші атқан кезде оқ тимеді, үшінші атқан кезде де оқ тимеді. Қасындағы бұтаға сырып өтті, бірақ тимеді деді. Сөйтіп, қазақта ер кезегі 3-ке дейін деген сөз бар. Сенің бүгін өлімің жоқ екен, бүгін сені атпен өлтірмеймін. Кейін сол Гапоненко Бауыржан Момышұлы атамызды оқтан аманат қылады, өлімнен құтқарады. Сөйтіп, 5 күн қоршауда қалған, қиыншылық көрген, бірақ қоршауда бұзып шыққаннан кейін үлкен бір қызыл әскерге, армияға жолығады. Сөйтіп, ең бірінші Бауыржан Момышұлы атамыздың айтқан сөзі бірден тамақ бар ма деген. Тамақ бар, жолдас Момышұлы, келіңіз, отырыңыз деген кезде, жоқ, бірден маған емес, әскеріме тура осындай тамақ бар ма дегенде, әскерге 1 сағаттан кейін дайын болады деді. Олай болса, мен де 1 сағаттан кейін сол әскермен қатар отырып тамақ ішемін деді. Сөйтіп, кейін 1 сағат өткеннен кейін ғана сол әскермен қатар отырып тамағын ішкен. Сол кезде айтқан сөзі: қиыншылық көрерде бірге көріп, бірақ олжа болып ішуге келгенде, тамақ ішуге келген кезде бірінші кететін, өзің қамын ойлайтын қолбасшыдан Құдай сақтасын деген екен. Сөйтіп, әскермен бірге отырып, кейін 1 сағаттан кейін тамағын ішкен. Әлем тарихын ашып оқып қарасаңыздар, жалпы ел сүйсіндірген қолбасшылардың сыйқы осындай болып табылады. Тіпті рыцарь пустыни Халид бин Валид деген кісінің де жорықта мынандай оқиғасын баяндау болды. Ол кісінің соғыста жорық жасап жүрген кезде Сахара шөлінде әскері ашықта шөлдеді деді. Сөйтіп, қолбасшы сізге салқын сүт, ыссы бәліш әкеп берген кезде, мына солдаттарға әскеріме деп тура осындай тағам бар ма деді. Сол кезде Халидке айтты: қолбасшы, бізде бұндай тамақ жоқ деп айтты. Тек қана сізге әкеліп беріп тұр. Бұны сондай құмның астына жер қазып сақтадық, салқын қылып, тек сізге ғана бар деген кезде Халид бин Валидтің айтқаны: қиыншылықты бірге көріп, бірақ тамақ ішуге келген кезде бірінші кететін қолбасшыдан Құдай сақтасын. Ондай адамды Алла бізден аулақ қылсын деді. Міне, дәл осындай сөзді біздің Бауыржан Момышұлы атамыз да айтып отыр. Енді бұл кісінің осындай жауап беруіне себеп болған бұл кісінің бірінші әділеттілігі, имандылығы, тек қана өзінің қамын емес, әскердің қамын қатар білуі, қатар ойлауы бұл кісінің адамгершілігінің белгісі болса керек. Енді бұның барлығын не үшін айтып отырмын? Себебі бұл біздің тарихымыз, бұл біздің өткеніміз. Егер біз тарихымызды білмесек, онымен мақтанбасақ, одан үлгі алмасақ, осынау жаһандану дәуірінде адасып, ұлт ретінде жоқ боларымыз белгілі. 1963 жылы кубалық революция жетекшісі Фидель Кастродан екінші дүниежүзілік соғыста жалпы кімді кумир тұтас, кімді сыйлайсыз деген кезде Александр Бек шығармасындағы Бауыржан Момышұлы деп жауап берген. Тіпті бізден бөлек әлем тарихында да ол кісіге таңданыспен қараған.
Ұлы Отан соғыс тарихында осындай азаматтардың қазақ халқынан шығуы бізді әлбетте қуантады. Осы кісілерден үлгі алайық, насихат алайық. Сіздерге бұл ақпарат пайдалы болған шығар деген үміттемін. Құлақ қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.